Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен Жұмабеков Анет Мұратбекұлымын. Шұғыла шығармашылық орталығында драма үйірмесінен сабақ беремін. Сонымен қатар аудандық Амангелді Арай газетінің тілшісімін. Менің балалық шағым Шоқан Уәлиханов көшесінде Қыржақта өтті. Ол кезде тақ деген ойын бар, асық деген керемет сұранысқа ие болды. Асық ойын ойнадық. Ол кезде енді қазіргідей балалар, қазір жеп жүрген балалардай әртүрлі нәрселер жоқ. Сникерс деген болады, оны жаңағы алып келгенде қаладан ағаларымыз, соны 6-ға бөлетінбіз. Сол ата әжеміздің қолымызда болды. Шалабай әкем енді жаңа 5 ұлдан бір 20-ға жуық немерелер болды. Сол бір үйде бір 10-ның үстінде немерелер, балалық шағым солай өтті. Сол бір сникерсті жаңа 10-ға бөліп жейміз. Сосын ол кезде құрт ұрлап жейміз әжемізден. Ол кезде шыны керек, жаңағы бір үлкен бала келеді да, екі ойнап жүрген баланы бір-бірімен шығасың ба дейді да. Ол кезде шықпайсың ба, шықпаймын десең, ол уже нұсқан келеді абыройға, шығам дейсің. Сосын айдай төбелестіреді. Өзің бірге ойнап жүрген балалармен, өзің достарымен солай төбелестіреді. Көшеге жаңадан бір қонаққа оқушы келсе, сонымен деңгейлесіп баланы тауып да төбелестіріп ойнайтын. Ол кезде мен 4 оқығанда көшіп кеттім Наурыз көшесіне. Соған дейін сол балалармен төбелесіп өстім. Сосын Жидек бар, Амангелдіден 3 шақырым жерде. Соған барамыз жаңағы баклажкаға су құйып, сол жидек жеп, аузымыз құрғап, суымыз бітіп, сол баклажкаға жидек толтырып, сындырып, қолымызға ұстап, шүңгір болып келетінбіз. Ол да бір қызықтығы. Мен алғаш білім табалдырығын 92 жылы Амангелді орта мектебіне бардым. Содан 2003 жылы Боранбаев ашылды, 2003 жылдары. Өзімізше сол кезде өлең шығарып, сайыстарға қатысып жүргенбіз. Сол Боранбаевқа ауысып кеттік. 2003 жылы жаңағы соңғы выпускной вечер деп айтады ғой, соңғы кеш. Сол соңғы кеште бәріміз таң атыратынбыз әдет бойынша. Сосын таңғы сағат, ол кезде автобус болады, сары автобус. Соған бір 25-30 адам болса, бір 40 адам сөйтіп баратқанбыз Арқалыққа, Қостанайға. Ол кезде такси деген жоқ. Жаңағы арттағы 5-10-ға бір 7-8 бала адам отырып, біріміздің алдымызға қыстырсып сөйтіп баратқанбыз. Сол таңғы 7:30 кезінде жаңағы соңғы кеш, мектеп бітірудің кеші болды. Сол кезде жаңағы бәріміз мектептің алдына келіп қош жасайын деп отырғанбыз. Сағатта қарасам 7:30 екен, 8-де автобус жүреді. Ал жақсы жігіттермен кеттім дедім де, сол бір күнде қалмай мектеп бітіргеннен кейін арман қуып қалаға кеттім. Астана қаласына бардым. Астана қаласында музыкальный академия деген бар. Жоғары оқу орнына соған бардым. Онда экзамен тапсырғам. Гүлжан Әсіпбетова, режиссер Болат Ұзақов деген кісілер бар, сол кісі қабылдады. Бірақ мен күрделі нәрсе ойнап жатқанмын, өлең оқыдым, тапсырма бет ұра бол деді. Сол мен не жасасам да күле береді жаңағы кісілер. Мен бірақ серьезно күрделі нәрсе істеттім, бірақ оларға күлкілі. Ол кісілер күле береді. Сосын жыламсырап шығып кеттім да, уже келесі күнге экзаменге қатысқан жоқпын. Заттарым жинадым да, сол болды, менде үміт жоқ түспеймін деп, сол бетте кетіп қалдым. Содан кейін Қарағанды қаласына бардым. Тәттімбет атындағы өнер колледжіне түсіп, режиссер мамандығын бітіріп шықтым. Студенттік шағым үйде жаттым, жаңағы анамның үлкен әпкесі бар,
Үміт деген кісі бар, Үміт тәте. Сол кісінің қолында болдым. Ошо үйдө болгондуктан да катты билимим жок. Студенттик шак. Театр деген ол өмүрдүн айнасы ғой. Мен студенттик кезимде трибунал трагикомедия орыс тилинде ойнадым. Комендант немецтин рөлүн ойнадым. Сол көрүнүш мага өтө катты жадымда калды, әсерде. Эң жат чыккан рөлүм болду. Театр алемине мен негизи катты кызыгуучулугум болгон жок. Бала күнгү арманым кино алемин армандап өстүм. Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дам, Четли агаларым әлі күнге чейин Facebook парақшамда бар. Сол кісілердің суреттерин, видеоларын карап турам. Сол бала күнүмдүн кино алемин армандап өстүм. Сол Джеки Чандын бир киносун көргөндө согон окшош Бриллиант деген кино чыгардым. Сол 2000 жылдары сол бала кезимде бир бөлмөгө кирип аламын да эс чалып, кыялданып жанагы кинону чыгаратмын. Сосын Жан-Клод Ван Дамдагы Крутой деген кинолорум болду. Сол кезде ону жазылган жок, ауыздан ауызга жолдоштарыма, өнөр түзөтүн адамдарга айтып, ертеги сыяктуу айтып отурдум чыгарган кинолорумду. Сөйтүп сол мени армандап, негизи журналистика саласында мени баары журналистке түшөт деп ойлады. Сол мамандык эси болот деп. Өйткөнү мен өзүм окушу кезинде макала жазып жүрдүм және өлеңдер чыгардым. Сол мушаираларга катышып 4 окугандан баштап Муктар Шаханов атангам сол кезде окушу кезимде. Сосын облустан бир нече мерте жүлдө алып, республикага Семей каласына барып, Құрмет грамотасын, Дарын грамотасын алып, марапатталып келдим Семей каласынан. Сондуктан менин баары журналист саласында жұмыс окуйт деп ойлады. Әдебиеттен тереңдетип Гүлшихан Жұмағалиева деген кісі апайым көп көмегі тиді. Сол уақытта кітапшаларын шығарып, жаңағы жырларын мектептерге таратып, үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жүрді. Сол кезде басқа бір ауылдардан келген оқушылар нелер болса, кәдімгі ақын ән айтпа деп айтатын. Өзім марқайып қалыптым. Сосын Кеременге жаңа үзіліске шыққан кезде толпырлап жүгіріп келеді балалар, сен ашыда оқушың. Ән етсің ба дейді. Иә, ән еттім. Өлең шығарасың ба дейді. Иә, шығарамын. Маған шығарып берші дейді. Не деп шығарамысың? Оны өзің білесің дейді. Сондай қызықтар болатын сол бала кезімде. Сол бірақ өз арманым бойынша мен режиссер мамандығын іздедім. Ондай мамандық бар екенін іздеп таптым. Жаңағы сол әлемінде жүрмін. Қазіргі жұмысымда сол үйірме, драма үйірмесі. Балаларға білгенді үйретіп, көріністер шығарып жүрміз. Соңғы 2 жылда облыстан жүлделі бірінші орын алдық. Арманысты деген фестиваль бар. Жүлделі бірінші орын алдық. Былтырғы жылы 2-ші орын алдық. Алдыңғы жылы жаңағы Кикінің киігі деген Абылай Мағдановтың көрінісін қойып. Ал журналистика саласына келсем, бәрі іште жатқан нәрсені шығару керек дейді ғой. Ішкетке жеткен өрте аз дейді. Мен сол Қолдасбаев мектебінде жұмыс істеп жүргенде сол Абай Каримович деген ұстазымыз бар, мектеп басшысы. Сол кісінің маған берген тәрбиесі, жаңағы ақылы өте көп болды. Жұмыс істеген уақытта қалыптасуыма ақылы өте көп, саналы адамдар көп қой көмегін тигізген. Соның ішінде осы Абай Каримович ерекше айта аламын. Ол кісідей өте жақсы адам жоқ шығар, бірегей адамдардың бірі. Көпті көрген кісі ғой. Бірмағамбет Қолдасбаевтың немересі. Сол кісі айтқан, жаңағы қысқартып айта кетсем, мақала жазыңдар депті. Жаңағы мен қуыршағымды өткіздім өзім қойылымда, Данияр сыр сұхбатын өткізіп, Қайрат Шайдарман өткізіп, сол үшеумізге айтады, мақала беріңдер жазды. Анау қалай жазамыз, соны жұмыс.
біраз уақыт өтіп кетті. Бір күні Данияр сыр сұхбатын жазып беріпті қысқа. Сосын мен де соған қарап отырып, осы мен жазатын бар еді ғой деп қуыршағымды жаздым. Сосын Амангелді ағай газетіне барып флешкамен тапсырдым. Сәтті шығып кетті. Ол кейін облысқа Ахметбек ағам жазды. Сол 2014 жылдан бастап сол Амангелді ағайында жұмыс істеймін. Міне уже 7 жылға таяу уақыт кетті, өтіпті. Журналистика саласына түсетін қызығушылығы бар оқушыларға, балаларға айтарым, осы бастан шығарма жазып, қысқа мақала жазып, жаңа газеттерге беруге болады. Болмаса өзінің қазір дамыған заман ғой, Facebook, Instagram әлеуметтік желілері бар. Соған көрген, білгенін, не жазғысы келетінін жазып отырып үйрене беруге болады. Әрі бір жағынан қазақ тілі пәнінің мұғалімдері бар, сол кісілермен ақылдасып, жолын сұрап, сол салада осы оқушы кезінен бастап талпыныс болса, әрине неге түспеске. Театр әлемі өзі болады, бір көріністе, бір козырь деп атаймын мен өзім. Мысалы, менде қазіргі басты рөлдерде ойнап жүрген менде Меңдібаев Ғибрат деген оқушым бар. 4 оққаннан бақылап қалдым. Жаңа облысқа да барғанда сол ең ауыр рөлді алады, ең қиын басты рөлді. Сол алып шығады, ырлататын кезінде ырлатады. Құдайға шүкір, сол оқушым былтыр Армандастар облыстық фестивалінде үздік әртіс номинациясын алып келді. Енді биыл онлайн болып деп жатыр, бірақ сәтін салып ашылса барамыз деп отырмыз. Бір қойылым дайындап отырмыз, тәубе келу деген. Сосын шоқан деген ертегі. 2 жанр бойынша дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз оқушылармен. Жаңа ағам бар, Қанат деген, Алматы Астана қаласында, жаңа тәтем бір, Анар деген. Сол екеуінен қолдау аламын, сөйлесіп тұрамын. Отбасым бар, әйелім, содан қолдау аламын, 2 балам бар. Жұмысым, өзім жақсы көрген жұмысты істе дейді ғой, не істесең де. Сол өзі жақсы көретін жұмысымды істеп жатқаннан кейін әріптестерімнен қолдау аламын. Бәрімен тату, жақсы, достарым бар. Ол достарымнан қолдау аламын, бауырларымнан, сосын оқушыларымнан қолдау аламын. Сол өткенде хабарласып, Армандастар фестиваліне барамыз дегенде, бәрі бір кісідей жиналды оқушылар. Қашан дайындаламыз, демалыс күні де қарамай қойып деп оқушылар уайымдап жүр. Сәт шығып орын аламыз деген сенімдемін. 21 ғасырдың жастары өте жақсы жастар қазір. Дамыған заман, көп нәрсені біледі, бәрі қол жетімді. Қазір қай жаққа шетелге оқуға түсем десе де әлеуметтік желі арқылы тапсырып, ізденіп барлығын жасауға болады жастарға қазір. Жастар өте білімді, алғыр, ойлары өте ұшқыр. Маған ұнайды, тәуелсіздіктің жастарын осы алдағы уақытта бұдан да мықты дамыған 50 елдің қатарында деп отырмыз, дамыған 30 елдің қатарына кіргізіп, әлем таңғалатындай бір мемлекет боламыз деген сенімдемін. Жастар, тәуелсіздіктің жастары, оны айтады. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың жеріне күн болмағанда кім болам деп. Жастарымыз осы қазақ еліне үлкен жарық беретініне газетте шүкір тәуба ғой, бірақ көп деген нәрсені өзгертетініне. Енді жастар Қазақстанның болашағы жастар ғой. Сол жастар Қазақстанға көп
жақсылық дамуына үлестерін қосатындарына қатты сенемін жастарға. 10 жылдан кейінгі әнет. Мен жалпы креслоға қызықпаймын, басшы болғым келмейді. Мен жұмыс істеп қарапайым, сол жұмыстан ләззат алып, сол істеген еңбегімнің жемісін көріп, адал ақшаға отбасын басырап, солай өмір сүргенді қалаймын, солай өмір сүріп жатырмын да. 10 жылдан кейін Алла сәтті салса балаларым өседі, солардың тойларын, солардың оқуын ойындап, соларды жеткізіп, сол елестетемін. Жаңағы қыздарды өсіріп, армандаған оқу орындарына түсіріп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырам деп. Енді сол уақытта 10 жылдан кейін солай елестетемін. Бірақ жаңа бала күнгі арманым кино әлемі дедім ғой, жасым да 30-тан асты. Жол болып кетсе мүмкін, онда Алматыда кино әлемінде жүремін деп ойлаймын. Бірақ әлі де үміттер бар. Тек қана Алматы емес, жаңа өзіміз Амангелдінің мықты телевидениеде саласында істеп жатқан жігіттер бар. Сол жігіттерді бастарын біріктіріп, қосып, ақылдасып, сол бір жерімізге арнап бір кино түсірсек, сериал түсірсек деген ойым бар. Мен сенем, жаңа айтып өткендей жастарға сенем, тәуелсіздіктің жастарына. Мен сенем елімнің, Қазақстанның, қазақ елінің болашағына сенем. Мен сенемін, осы бағдарлама ғұмыр жасы ұзақ болатынына сенем.